Мұндай үнсіз қарсылықты күтпеген Дики бірден тосылып тоқтай қалды. Жарайды, алғашқы сабақ осымен бітсін, кейін жалғастырармыз, жатыңдар деп айқайлады. Таймас әскери жаттығуларда өзінің шымырлығымен, әр түрлі турникте істейтін жаттығуларымен, шыр көбелек айналатын шапшаңдығымен өз қызметтестерін демде баурап алды. Кішкентайынан осылай спортқа үйір қылып тәрбиелеген атасына іштей алғысын жаудырып жүрді. Бір күні жерлесі Елдостың жүзі сынық, бір нәрсені ауырсынатын сияқты ма қалай, әңгімеге зауқы жоқ екенін байқап қалды. Не болды саған айтсаңшы десе де, сыр ашып ештеме айтпады, төмен қарап күмілжей береді. Сөйтсе өзінің басынан өткен тәрбиелеу жұмысы мұның да басынан өткен екен. Әңгімесінің төркініне қарай Елдосты олардың сындырып тастағанын байқады. Арық әлжуаздау жігіт әлімжеттікке төтеп бере алмапты. Менің кредитімді ай сайын жауып тұрасың, ата-анаңа айтып қой, ай сайын 70 мың жіберіп тұрсын деп талап етіпті командирі. Жанұя мүмкіндігі жоқ десе де тыңдамайтын көрінеді. Мұны естіген Таймас қаны басына теуіп, қатты ашуланды. Келгендеріне енді ғана бір ай толатын мезгілде осыншама бассыздықты көріп іштей қатты ойланды. Ұлттық армиямыздың сыйқы осы болса келіскен екенбіз. Бұл әлімжеттілікпен қалайша күресуге болады? Міне осы сұрақтар Таймасты қатты толғандырды. Әрине, бұндай бассыздықты өздерінің ротасында да көріп жүр, бірақ оған қарсы тұратын Таймастың жалғыз өзіне мүмкін емес еді. Қалған сарбаздар осыған мойын ұсынып, құдды солай болуға тиісті деп қабылдап отыр. Дегенмен Елдостың командирімен сөйлеспесе болмайтын сияқты. Осылайша екі ойлы болып жүргенде, бір күні көрші ротада бір сарбаз аяқ астынан қатты ауырып қайтыс болыпты деген хабар дүңк ете қалды. Жүрегі қылп ете қалған Таймас кім екенін білуге асықты. Сөйтсе бекер сезіктенбепті, қайтқан сарбаз Елдос болып шықты. Ресми мәлімет бойынша Елдостың аяқ астынан жүрегі тоқтап қалыпты, шамасы сарбаздың ауыр жаттығуларын көтере алмаса керек. Содан бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазып, халық арасында қатты наразылықтар, биліктің дәрменсіздігіне деген сын көзқарастар әлеуметтік желіні шулатып жатты. Көрші облыстан 20 шақты автокөлікпен шыққан Елдостың жанашырлары бастаған наразы топ таң ата келіп әскери бөлімнің қасына тоқтады. Талаптары: әскери бөлімнің командирлері шығып халық алдында жауап берсін. Облыс басшылары, құзырлы органдар басшылары, әскери бөлім маңы у-шу қаптап жүрген бақ өкілдері, кейбір билікке деген наразылықтары жиналып қалған топтарға бұл оқиға таптырмайтын құрал болып шықты. Түс қайта тергеу басталып, қызметтестерді, Елдостың жерлестерін жауапқа шақырып жатты. Кезек Таймасқа да келді. Сен Елдоспен қалай таныстың? Араларыңда не бар? Неге сен ала пөле онымен танысып жүрсің деген қитұрқы сұрақтарды жаудырды келіп майор шендегі түсі суық әскери прокуратура тергеушісі. Тергеу барысында Таймастың сезгені кінәні сарбаздарға бұрып, әскери бөлім қызметкерлеріне шық жұқтырмау. Әскери сараптама қорытындысы сарбаздың жүрек тұсында ішкісік гематома бар екенін анықтапты. Ендігі мақсаттары болған істі сарбаздар арасындағы әлімжеттік нәтижесінде деп дәлелдеу. Бірақ бұл тұжырымдары жараға жуымайтын еді, себебі әскер қатарына келген сарбаздар бұрынғыдай 2 жыл емес, 1 жылдың ішінде жас сарбаз, кәрі сарбаз болып та үлгеріп жарымайтын еді. Оның үстіне қысқа мерзім қызметі сарбаздар ішінде жерлестік, рушылдық, бір-біріне деген іш тартушылық басым болатын. Әскери бөлім маңына жиналған 100 шақты топ тарқамай тұрып алды. Осынау дағдарысты саяси бағытқа бұрушылар да білгендерін істеп бағуда. Ең соңында облыс басшысы келіп, әскери бөлім командирі мен рота командирі, бөлімше командирі жауапқа тартылып жатыр, қызметтерінен босатылды. Сарбаз өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалуда екенін баяндағасын барып, әскери бөлімді торуылдаған топ тарап кеткен болатын. Өз ел ішіндегі соңғы кезде көптеп орын алған осындай оқиғалар, жалпы халыққа қызмет етуге арналған құзыретті органдар, халыққа қарсы қызмет атқарып отырғандары Таймасты қатты толғандыратын. Жалпы елімізге мықты да жедел реформа керек екені барған сайын айқындала түскендей. Заң жолында қызмет атқарып, осы болашақ аса қажетті реформаға өз үлесін қосуды армандап, Таймас түзу бағытта келе жатқанына іштей дән ризатын.
1 жыл әскери қызметте зулап өте шығып, Таймас сержант шенінде қаласына оралды. Атасы екеуі бірін-бірі қатты сағыныпты. Атасы Таймасты жас балаша еркелетіп құшақтап бетіне сүйіп әлек, кемсеңдеп те қояды. Алла жаным осы күнге жеткізгеніңе мыңда бір рахмет. Таймас үйде көп жатпастан облыстық ішкі істер департаментінің кадр бөліміне барып, ішкі істер жоғарғы оқу орнына түскісі келетінін баяндады. Майор шендегі әдеміше келген, шамасы 40-тың қырқасына шыққан әйел күлімсірей қарап, өте орында, бізде қазір Қарағанды ішкі істер академиясына құжат тапсыру жүріп жатыр. Казармалық жағдайда тегін. Басқа да жеңілдіктер қаралған деп зулатып ала жөнелді. Жай айтса құдды Таймас айнып қалатын сияқты. Осылайша арман қуған Таймас ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясынан бірақ шықты. Республика бойынша қақпан операциясы жүріп жатқан кез, бұл операция ұлттық қауіпсіздік комитеті жанынан құрылған арнайы жедел топтың басшылығымен іске асып жатқан еді. Арнайы жедел топ бұл операцияға жыл бойы дайындалған болатын. Өздерінің құпия агенттерін ұйымдасқан қылмыстық топтарға енгізу арқылы транзиттік есірткі дәлізін бақылауды қолға алған болатын. Жедел ақпараттардың нәтижесінде қазақстандық есірткі мафиясы бар екенін, олардың орыстардың Батия мафиясымен, Қытай триада мафиясымен тығыз байланыста екені анықталды. Жылдық табыс 24,7 миллиард долларды құрайтын Қытай мафиясының әлемдік ең үлкен 7 мафиясына, оның ішінде қазақ, орыс мафиясына ықпалы зор болатын. Әрине, бұл астыртын құрылымдардың ішінде мемлекеттік құзырлы органдар басшылары, мемлекеттік қызметкерлер де жоқ емес еді. Өйткені мұндай күрделі механизм онсыз мінсіз жұмыс жасауы неғайбыл еді. Дипломын алып туған қаласы Ақтауға келген Таймас үйде көп жата алмады. Су жаңа дипломын құшақтап ішкі істер департаментінің кадр бөліміне келді. Баяғы академияға жолдама берген әдемі апайы тағы алдынан шықты. 4 жыл емес 4 күн өткендей, сол баяғы ақ жарқын күлімдеген күйі. Қандай бағытта жұмыс жасағың келеді? Тергеу саласында әзірше орын жоқ, өзің үшін бірінші төмен жақтарынан бастағаның абзал. Сондықтан егер қарсы болмасаң, есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасына жіберейін. Бөлімшелерінде 2 вакансия бар екен. Жарайды, қарсы емеспін апай, оныңызда жөн шығар деді, жай ғана жымиған Таймас. Сөйтіп кіші лейтенант Жайлаубаев Таймас қалалық ішкі істер басқармасының есірткі бизнесіне қарсы күрес бөлімінің жедел іздестіру қызметкері лауазымына тағайындалды. Салған жерден республикалық қақпан операциясының бел ортасына кіріп кеткен болатын. Жауырыны қақпақтай ірі тұлғалы Таймас бірден қызметтестеріне қатты ұнады. Кішіпейілділігі денесіне тән емес, жұмсақтығы адамды бірден өзіне баурап алатын. Бірақ қызмет барысындағы қаталдығы, табандылығы, принципшілдігі қатар жүретін Таймас бір түрлі жұмбақ жігіт еді. Өзіндік жоспар құрған Таймас мұрағатты ақтарып, неше жылдық шаң басып жатқан құжаттар мен істермен танысып жүрді. Әрине, оның бәрін жұмыстан тыс мезгілде жасап жүргеннен соң бастығы да қарсылық білдірмеген болатын. Іздестіру барысында анықталған әрбір қылмысты немесе сезікті тұлғалардың істерінен қазіргі өтіп жатқан операцияға байланысты деп көз майын таусып көп отыратын. Нәтижесі де жоқ емес. Бұрнағы күні өткен жедел отырыс кезінде өз ұсынысын айтып қызметтестерін таң қалдырған. Қызметтестері қазірлері оған шикі өкпе ретінде емес, терезесі тең адамша қарайтын болған.